қара кіші иесі. Мүйізіден найзадай. Оған шамамыз жетпес. Мен оған шамасы келетін біреуді білемін. Кім ол? Я кім? Айтсаңшы. Ол десантшы. Басында Мүйізі бар ма? жоқ ей. Қызыл береті мен жолақ шейдесі бар. Адам ба сонда? Адам емес, хайуан. Өзі деу, тырнақтары серкенің мүйізіндей. Ого, ол бізді жеп қоймай ма? Әлгі хайуан? Дию ма немене? Дию емес, аю. Аю? Тірі аю ма? Тірі аю, өте ірі аю. Өй, ол бізге көмектесе қояр ма екен? Көмектесет. Ол маған қарыз. Кезінде мен де оған көмектескем. Сен бе? Иә. Қалай көмектестің? Бір арқарды жеп тау салмай жатыр екен. Көмектесейін бе деп ем. Келді. Сонымен достасып кеттік. Маған келіп тұр деген. Кеттік онда, соған барайық. Иә, біз де көмектесейік. Ол тауда тұрады. Тауда? Жүріңдір. 30, 31, 32, 33, 34. Палуанға сәлем бердік. Не деген күш, ой. Сен бе? Келіңдер көкжалдар. Кезінде мен саған көмектесіп едім. Енді сенің көмегің қажет боп тұр, аю. Ет жеу керек болса, дайынмын. Я ет, бұқаның еті. Қайда? Әкелсеңдер енді. Не ғой, оны алдымен ұстап құлату керек. Сосын етке тоямыз бәріміз. Солай емес пе? Иә. Өй, сендер де. Ұстап әкелмейсіңдер ме? Бұлай ғой, аю. Сен осындағы ең күшті аңсың. Солай емес пе? Саған тенгелер бұл маңда ешкім де жоқ. Енді солай. Анау бұқа айтыпты. Аю кім ол? Бір ұрғаннан қалдырмайым депті. Кімді? Мені ме? Қайда ол өзі? Көрсетейін мен оған. Бізге де көрсетші көрейік. Кімді көрсетесің? Біз оған сені көрсетпекшіміз. Ей, көкесін көзіне көрсетемін мен оның. Бұқаның көкесі бар ма не? Онда шаруамыз бітті. Өй, ақмақтар. Мен оның көкесі. Мен көрсетемін оған. Сындырып тастаймын деймін. Солай демейсің бе? Онда ертең түсте ормандағы алаңқайға түс. Бұқа сол жерде болады. Келістік пе? Келістік. Сіз келдік. Гүлденген әлем қасқырлардан сәлем дейді. Сендер анау бұқаларыңа айтыңдар. Қорықпаса, ертең ормандағы алаңқайға келсін депті. Бұқаға барып айтайық. Ол не дер екен? Қорықпаса деген не сөз? Кімнен қорқу керек екен? Менің ойымша, олар бізден кек алмақшы. Турасын айтқанда мына сенен. Қасқырлары ма? Шамалары жетпесін біле тұра, неге шақырады екен? Кешірім сұрайын деген шығар. Егер бармасаң қорықты дейді. Жарайды, ертең бара көрерміз. Кеттік, тоқта. Қайда анау әлгі қасқырлар? Хей, біз келдік. Мені олар. Екеуіңде шыға беріңдер таласпай. Жоқ, жекпе-жек, мен шығам. Ал, қоймадың ғой, шықшы кәне. Не деп кеттің сен? Керек болса өзің шық. Хей, таяқ жеуге таласып жатырсыңдар ма? Мынау Дию ма өзі немене? Ей, тоқты,
аю деген тек ертегіде болады. Ал мынау дию емес, аю ғой. Аю, сен қайда жүрсің кешігіп? Сәл болмағанда қашайын деп тұр едік. Ого, бұқамен қосып мына екеуін де жейміз бе? Алдымен бұқаны жеп таусайық. Сосын тоқтымен серкеден кәуап жасап жейміз. Оны көре жатармыз. Мынауың дәу ғой. Ай бетпеңдер, менің бір тығыз шаруаларым шығып қалды. Мен қазір келем. Ей, бұқа қайда? Біз қазір оны ертіп әкелеміз. Қашты, қорытты, жегілді. Біз жеңдік, жарайсың, аю. Жігіттер, біз бұлай келіскен жоқпыз. Сендер мені ет жеуге шақырдыңдар, солай ма? Етіміз қашып кетті емес пе? Иә, қашпаса ет жейтін едік. Қысқасы, мені қызықтырмайды. Сөздеріңе жауап беріңдер. Ертең дәл осы уақытта қайта келемін. Ет болмаса, мұрындарың бет болады, түсіндіңдер ме?